Men 74 жасқа келдім. Жасым 74-тө. Мен осы өлкөдө өстім, ешқайда барғам жоқ. Мына күнгөй қорықтың жері, осылардың бәріне бүркіт салып жүрдік әлі үлкен тауларға. Онан кейін кездерде 50 жыл бүркіт салдым. Онан кейінгі 20 жылда шамам кетім керек болып, балама бүркітімді балама бердім. Ол салып жүр, осы мен оны тәрбиелеп өткіздім. Бүркіт салуға сондай қиыншылық болған жоқ. Өмірде саяхаттап үстіп, жақсылықпенен өмір кештім. Осының ішінде осы талай бүркіт ұстадым. 16-17 бүркіт ұстадым, 17 бүркіт ұстадым осы. Аны бәленбай жылменен салдым, тәртейтіп кейбіреуін қоя бердім. Сондай неше жыл бүркіт ұстағанда ол жақсы жүрдім. Мадардың бәрін тәрбиеледім мен, 15 бүркіт тәрбиелеп қатарыма қостым, мандағыдан тартып. Онда тарымайтын жағдай болған жоқ. Ылғай көңілді жүрдім. Өте көңілді жүрдім, бүркіттерім де қыран болды. Түлкіні алып тұрды. Онда көңілді болғанда көңіл жүрдім. Сол бүркіт сап жүрген кісі кішкене бас саяхаттап жүреді, ол кішкене көңілді жүреді. Басқа кісіден гөрі тағы көңілді жүреді. Үйде кешке дейін отырғам жоқ. Бала шағамның бәрі де ер жетті. Өз алдына жұмыс істеп кетті, бүркіт салатын болды.